Кайырлы күн, кадырлы әріптестер және көрермен. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые коллеги и зрители. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы дүниежүзілік донор күніне орай облыстық қан орталығының атқарған жұмыстары туралы. Бүгінгі облысымыздың бас медиаланың құрметті қонағы Жамбыл облыстық қан орталығының директоры Умаров Ғұлам Мұхтарович. Құрметті Ғұлам мырза, алаңызға қош келдіңіз. Ендігі сөз өзіңізде. Саламатсыздар ма? Құрметті көрермендер, қайырлы күн, құрметті достар. Жыл сайын 14 маусымда дүниежүзілік донорлар күнін атап өтеміз. Алғаш рет донор күнінен мерекелеу 2004 жылы 14 маусымда өтті. Ал бір жылдан кейін 2005 жылы бұл мереке Женевада өткен дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының 58-ші сессияда бекітілді. Онда әлемнің әртүрлі әлдерінен денсаулық сақтау министрлері ерікті өтеусіз қан донорлығын қолдау туралы мәлімдемені бір ауыздан қабылдады. 14 маусым күні кездейсоқ тыңдамалы. Бұл күні австриялық дәрігер және иммунолог Карл Лендерштейнер дүниеге келді. Ол 1930 жылы адамның қан топтарын ашқаны үшін Нобель сыйлығын алды. 2024 жылы бұл күн мынандай ұранымен өтеді. 20 жыл өтеусіз қуаныш. Қан донорларына рахмет. Бүгінде республика бойынша қан қызметін 19 ұйым жүзеге асырады. Оның ішінде 2 республика бағытта трансфузиология ғылымы өндіріс орталығы, республикалық қан орталығы, 15 облыстық қан орталығы және 2 қалалық қан орталығы жұмыс істейді. Жыл сайын Жамбыл облысы қан орталығына қан тапсыру үшін 16 мыңнан астам адам жүгінеді. Қан донациясы 100% ерікті және өтеусіз негізде жүргізіледі. Бірінші рет қан тапсыруға келген және донацияларға жіберілген бастапқы донорлардың үлесі шамамен 29% құрайды. Ал қалған донорлар 1-3 жылдың ішінде бір рет қайталап келетін қайталама донор санатына жатады. Бұл шамамен 69% шығады. Жылына 3 немесе одан да көп рет қан тапсыруға дайын тұрақты донорлар санатын 1 және тек 2% құрайды. Жамбыл облысы бойынша 1000 адам тұрғынына шыққанда қан мен оның компоненттерін үлесі орта есеппен 8-7% құрайды. 2023 жылы донорларға зертханалық нәтижелер туралы не қан тапсыру мерзімі туралы ақпарат алуға ыңғайлы болу үшін немесе терапевтке донация жазылу үшін Тараз донор қан орталығының ресми электрондық сайтына донор жеке кабинеті опция орнатылған. Жұмыс істейді, көрудің өзін жеке ұялы телефон нөмірі арқылы жасауға болады. Тәулік бойы қол жетімді. Гемопоэтикалық дін жасаушылардың донорлары бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. Қазақстанда Астана қаласының трансфузиология ғылыми өндірістік орталығының базасында 2012 жылдың бастап гемопоэтикалық бағыналы жасаушылар донорлардың бірыңғай ұлттық базасы жұмыс істейді. Бұл жылдан дамып келе жатқан индустрия. Қанның қатерлі аурулары және басқа да онкогематология аурулары, мысалы бастапқы иммун тапшылығы, апластикалық анемия, миодисплазия. Алдын ала бізге жүгінген донорлардың келісімі бойынша өтініш пен ақпараттық парақ толтырады. Содан кейін әдетте жылына 2 рет 50-ден астам қан үлгілері жіберіледі. Қазіргі уақытта тізімде 951 донор тіркелген. Қан жүйесі ауру бар науқастар үшін ашыля типтеу бойынша сәйкестіктер бар. Қан орталығы донорлардың құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау саясатын жүргізіледі. Қан донациясының барлық кезіндерінде донор туралы аппараттың құпияларын қатаң сақталады.
Енді бізге жылына қан орталығы қанның әртүрлі компоненттер шамамен 25 мың астам дозасы дайындалады. 2023 жылы 11 мыңнан астам құрамында эритроциттер бар компоненттер. 1378 доза аферезді вирусын активелген тромбоциттер. 11820 доза плазма. 814 доза криопреципитат. 2361 доза полиренген плазма дайындалады. Біз шығарылатын гемопродукциясының сапасын жақсарту бойынша озық технологияларды үнемі зерделеп отырамыз. Қан компоненттерін дайындауын неғұрлым жетілдірілген бағыттарда енгізілуде. Бұл жағдайда моно және полидонорлы полиренген плазма донорлардың қаны деглицинизация және глицерилизациялау әдісімен қалпына келтірілген криоконсервирленген эритроциттер. Қан өнімдерін қайта өңдеудің қазіргі заманға қосымша процестер қолданылады. Плазмадағы және тромбоциттік концентрациядағы патогендері инактивациялау, лейкоредукция, пациенттерге қан құю кезінде инфекциялардың берілу мүмкіндігі болдырмау үшін карантиндеу. 2023 жылы барлық түрдегі қан компоненттері 2022 жылмен салыстырғанда 2,5%-ға артық берілді. Бізде енді барлық донорларға қан ихла және зертханалық диагностиканы ПЦР тексеруден өтеді. Зерттелеу Эббот, Рош, Орта Клиник, Хьюман және тағы да басқа жетекші шетелдік компаниялар жеткізілген жоғары деңгейдегі автоматтандырылған жабдық типті жабдықта жүргізіледі. Қан сынау бөлімшесі жылына 250 мыңнан астам зертханалық зерттеуді жүргізеді. Оның ішінде жылына 2 рет талдау нәтижесін дәлдігіне, дұрыстығына және жинақтылығына сапаны бақылау республикалық бағалауға қатысты 2023 жылы сәйкестік рейтингі 100%. Енді Жамбыл облыстық қан орталығы 22 жылдан 2025 жылға дейін қан компонентін дайындау және өткізу жоспарлап отыр. Қалпына келтірген криоконсервирленген эритроциттер, көп компонентті қан хемонетикс аппаратында сагым қосымша ертіндісінде жуылған эритроциттер. Бұл жағдай аудандарда оларды қорда ұстау және жаңа туған нәрестелер мен 3 жасқа дейін балаларға, сондай-ақ жүкті және босанған әйелдерге құюға үлкен мүмкіндік болып табылады. Біз сағыда консультативтік әдістемелік көмек көрсетеміз. Қан орталығы 24 емдеу профилактик ұйымда қан компоненттері қамтамасыз етеді. Олардың арасында ірі кардиологиялық клиникалар бар. Соңғы 3 жылда медициналық ұйымдарда қанның әртүрлі компоненттерін шамамен 51 мың дозасы құйылған. 10 мың астам пациенттің өмірі сақталды. Облыстың емдеу профилактик мекеме бойынша цифрлық Қазақстан бағдарламасы іске асыру жолында 100% инфодонор аппараттық жүйесі орнатылған. Ол қан орталығын мамандарына күн сайын қан құю жөніндегі трансфузиялық кабинеттерге мониторингті жүргізуге мүмкіндік береді. Мекемеде қан менеджменті бағдарламасы жұмыс істейді. Ол критерийлерге сәйкес төмендемейтін қан қорын реттеуге және қалыптастыруға бағытталған. Трансфузиологиялық белсенділік бойынша медициналық ұйым қашықтығы бойынша және ауа райы географиялық жағдайлардың әсерін есепке алу. Клиникалық трансфузиология жұмысын мониторингтеу үшін қан орталығын мамандары өңірлердің медициналық ұйымдарына тұрақты негізінде барады. Жергілікті жерде трансфузиологтар, реаниматологтар, хирургтар мен гинеколог үшін оқыту семинарлар өткізеді. Өткен жылы айта өтсек, Жамбыл облысының делегация үлкен трансфузиологиялық конференция Астана қаласында қатысып келді. Белсенді қатыстық, атсалыстық. Енді біз Жамбыл облыстық қан орталығы
шеңберінде облыс тұрғындарға медицина көмек көрсетеді. Атап айтқанда жүктілік кезінде асқынулары азайту және жаңа туған нәрестелерді гемопоэтикалық аурудың пайда болуын алдын алу үшін жоғары тәуекел тобына жататын жүкті әйелдерді тексеру жылына 9,5 мыңға 10 мыңға жуық жүкті әйел тексеріледі. 2018 жылдан бастап ағзаларды трансплантация жүргізілген пациенттер үшін қан сарысудағы дәрілік заттарды токролин және циклоспорин анықтаймыз. Бұл трансплантацияланған органдардың бүйрек, жүрек, бауыр тәжілеуін уақытылы болдырмауға көмектеседі. Қорытындылай келе, донорлықтың пайдасы донорлың өзі үшін де сөзсіз. Екінен тағы бір рет атап айтқым келеді. Көптеген өркениетті елдерде қан тапсыру салауатты өмір салтының ажыралмас атрибутына айналды. Ғылымдардың пікірінше, жүрек қан тамырлан ауруларының ықтималдығын азайтады. Сонымен қатар, тұрақты донация донорлардың ағзасын жасарту үшін бағдарламаны бастайды. Статистика сәйкес, донорлар өзге азаматтарға қарағанда орта есеппен бірнеше жыл ұзақ өмір сүреді. Қан бұл адамның басқа адамға бере алатын ең құндысы. Бұл өмір сыйы. Өтеусіз донор бұл азаматтық әдемі ынтымақтастықтың бір түрі. Донорлыққа қозғалысы қатысу, гуманизм, мейірімділік пен патриотизм үлгісі. Рахмет сізге, донор. Баяндамаңызға рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Қайырлы күн, Ардана Жарылқасын, журналист. Жалпы қан доноры болудың шарттары қандай, қысқаша айта кетіңізші? Енді қысқаша бұл жасқа қарағанда 18 жас толғаннан кейін донор болады. Сосын біздің енді ең бірінші мақсатымыз орысша айтқанда не навреди деген, сол үшін біз оның салмағына қараймыз. 50 килодан төмен болса, онда донор болуға болмайды. Сосын донор енді бұл дені сау адам. Біздің базамыз, басқа РДС деген базамыз бар. Донор болам деген адам бізбен серіктес базаларда, ол психоневрология, туберкулез, онко, СПИД, басқа түрлер базаларда тұрмау керек. Сонда біз оны уже қараймыз. Сосын енді донор өзі ниетпен келіп біреуге көмектесем деп келгенде 1-2 күн дайындалу керек, диета ұстау керек. Сосын біз оны қабылдаймыз, тағы да зерттейміз өзіміз лаборатория, сосын рұқсат береміз. Рахмет сұрағыңызға. Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болмаса, біз баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Құрметті Ғұлам мырза, алаңызға келіп тақырып аясында толық ақпарат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті көрермен, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз болса, Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің әлеуметтік желідегі ресми парақшаларына немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.